Саламатсыздар ма? Мен бүгін физика пәнінен портфолио қорғайтын боламын. Портфолионың тақырыбы заттардың кристалдық және аморфтық күйлері, кристалдар классификациясы, кристалдың физикалық типтері. Жетекшім Оразымбетова Гүлайым Хайроллаевна. Жалпы өзімді таныстыра кетейін. Мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті Сұлтанова Нилуфар Әлімжанқызы боламын. Портфолионың құрылымы ассоциограммадан, смарт мақсат, бейнедәріс, сабақтың мазмұны туралы толық мәліметтер, бейне практикалық сабақ, сабақтың ортасы, Блум таксономиясы, рефлексия және де бағалаудан тұрады. Смарт мақсат заттардың кристалдық және аморфтық күйлері, кристалдар классификациясы, кристалдың физикалық типтері. Смарт мақсат деп отқанымыз дұрыс бағдар, нақты нәтижеге жету үшін қолданылатын жоспардың бір түрі. Оқу нәтижесі мұғалімдер сабақтарына смарт ақылды тапсырмалары арқылы мақсат қоя біледі. Негізгі идея мұғалімдер сабақтың мақсатын нақты, өлшенген, қолжетімді етіп қояды. Дұрыс қойылған мақсат арқылы оқушылардың сабақты дұрыс игеруіне жағдай жасалады. Заттардың кристалдық және аморфтық күйлері тақырыбына ассоциограмма, химиялық байланыс, элементтер, яғни элементтер бізде екіге бөлінеді екен: металдар және бейметалдар. Металдар мен бейметалдар атомдарының арасында иондық байланыс орнайды. Металдар атомдар арасында металдық болып бөлінеді екен. Бейметалдар атомдар арасында ковалентті, ал ковалентті болса плюсті және плюссіз болып екі тармаққа бөлінеді. Мәліметтер типіне кезек берейік. Кристалдар, яғни кристаллос алғашқы мағынасы мұз дегенді білдіреді. Кристалдар атомдары мен молекулалары кристалдық тор түсетін қатты денелерді атайды. Кристалдар қатты денелердің тепе-теңдік күйі болып табылады. Кристалдар қатты денелердің тепе-теңдік күйі болып табылады. Белгілі бір термодинамикалық жағдайда қысым, температура, кристалдық күйде болатын заттың нақты тек өзіне тән кристалдық атомдық құрылымы болады. Бұл құрылым атомдардың орналасуына байланысты кристалдардың сыртқы симметриясы және олардың анизотропиялық қасиеттерін бейнелейді. Ал енді физикада қатты денелер деп тек кристалл денелерді айтпаймыз. Яғни аморфты денелердің сырт қарағанда көлемі мен пішін сақтауы оларды қатты дене етіп көрсеткенімен, бұл денелер өте тұтқыр, сұйық деп қарастырылады. Температура жоғарылаған сайын олардың сұйыққа тән қасиеттері бірден көріне бастайды. Бірте-бірте сұйықтың барлық қасиеттеріне ие болады. Ал енді аморфты денелер не екендігіне тоқталайық. Атомдарының реті орналасуы алыс қашықтықтарда да қайталанып отыруымен сипатталатын кристалдық денелердің аморф денелердің айырмашылығы мұнда тек жоқ тәртіп қана орын алады. Кейбір заттар кристалды және аморфтық түрде де бола алады. Кристалды тор типтері: атомдық, молекулалық, иондық, металдық. Яғни кристалды тор типтерінің өзіндік бір зарядтары, таңбалары, элементтеріне байланысты осындай атауларға ие болады. Ал енді бейнедәріс сабағымызға кезек берейік. Оқушылар, назар салып тыңдауларыңызды, бейне сабағымызды тамашалауыңызды сұраймын. Бізді қоршағандардың барлығы өте кішкентай бөлшектерден, атомдардан немесе молекулалар деп аталған атомдар тобынан құралған. Ауа негізінен азот және оттегі молекуласынан тұрады. Сонымен қатар, ол аргон және көмір қышқыл газы, тағы басқа газдар молекулаларынан құралған. Азот молекулалары бір-бірімен байланыспаған. Олар әрқашан қозғалыста жүреді және бір-бірімен соқтығыспайды. Оттегі, көміртегі диоксиді және аргон атомдарының молекулалары да осындай. Молекулалар еркін орын ауыстырғанда, біз олар газ тәрізді күйде деп білеміз. Металдан жасалған қатты заттарды қарастырсақ,
Олардың атомдары бір-бірімен тығыз байланысқан. Сондықтан молекулалары еркін орын ауыстыра алмайды. Молекулалардың осылайша тығыз орналасуы дененің қатты күйі деп аталады. Газ тәрізділер мен қатты денелер арасындағы күй сұйық күйге тән. Сұйықтықтың молекулалары бір-біріне жақын, бірақ олар тығыз нақты құрылысқа ие емес. Су магнитті шарик сияқты. Егер ыдысқа құйып жіберсең, олар тез араласып кетеді. Бірақ нәтижесінде оларда ажырату қиын болады. Қатқан су заттың қатты күйіне жатады. Сынап сұйық металл заттың сұйық күйіне жатады. Люминесцентті лампаларда газ тәрізді зат болады. Жалпы біршама заттар әртүрлі жағдайға байланысты қатты сұйық немесе газ тәрізді күйге ие болады. Практикалық сабақ үй тапсырмасын сұрау. Үй тапсырмасын сұрауға 10 минут уақыт жеткілікті. Одан кейін біз бүгінгі сабақты қалай түсінгендеріне байланысты каходты тест орындайтын боласыңдар. Сол тесттен шыққан нәтижелерді бүгінгі сабақты қалай түсіндіңдер, соған байланысты баға аласыңдар. Блум таксономиясы: білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сынды деңгейлерден тұрады. Ал енді жағдаяттар. Жағдаят деп отқанымыз ситуация. Яғни сол проблемадан қалай шығып кету. Бірінші, мектеп үзілісі. Әдеттегідей дәлізде айқай-шу. Бір-бірімен сөйлесу үшін сендер де бір-біріңе айқайлап сөйлеулерің керек болады. Сол кезде бір мұғалім келіп, сіздерден өздеріңді дұрыс ұстаңдар, айқаламаңдар деп талап етеді. Тапсырма: 3 позицияда бағалай айтып беріңіздер. Мен ата-ана, мен ересек, мен бала. Екінші, сіз сабақ беруге кірістіңіз. Барлық оқушылар тынышталды. Кенеттен сыныпта біреу қатты күлді. Сіз еш нәрсеге түсінбей, күлген оқушыға таңдана қарадыңыз. Ал ол сіздің көзіңізге тіке қарап, былай деді: сіз сабақты бастаған кезде мен сізге қарап әрқашан күлкім келеді. Мұны сіз қалай қабылдайсыз? Төменде берілген варианттардың қайсының өзінің көзқарасыңыз бойынша дұрыс жауап деп ойлайсыз, сол жауапты көрсетіңіз. Мәссаған, неменеге саған күлкілі? Құдай үшін, сенің есің дұрыс па? Көңілді адамдарды жақсы көремін. Сенің көңілді көтергеніме қуаныштымын. Яғни мен ең сонда сенің көңілді көтергеніме қуаныштымын деп жауап беретін едім. Кесті бағалау критерийлері. Өз ойын нақты жеткізгендерге 1-ден 5-ке дейінгі балл қойылып отырады. Студенттердің рефлексиясы. Жоба тақырыбы: бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Топтық пікірталас. Сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Немесе ұнамады? Өз пікірлерін осындай рефлексия қалдыру арқылы жазып өтсін. Рефлексия. Бас бармақ тәсілі. Барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсіндім. Бағалау парағы. Бүгінгі сабаққа белсенді болған оқушылар, өздерін жақсы қырынан танытқан оқушылар, қанағаттанарлық оқушылар өздерінің кішкене болсын сабаққа атсалысып ұмтылғандарына байланысты бағаланатын болады. Ода үй тапсырмасын сұрау, сынып жұмысы, тәртібі, соған байланысты баға қойылып отырады. Назарларыңызға рахмет.